Сәлеметсіздер ме? Шетелдегі қазақтар каналымызға қош келдіңіз. Менің атым Анара Нұраханқызы. Өткенде біздің бір тыңдарманымыз ақш-қа саяхат виза тапсырған кезде қазақ тілменен интервьюға қатынасам бола ма дейтін бір сұрақ болған. Сондықтан бүгін ақш интервьюға қатынасқан кезде қандай сұрақтар келеді, қазақ тілменен интервьюға қатынасам бола ма дейтін тақырыпты айтатын боламыз. Сонымен, біріншіден, ақш саяхат визаның түрі, көлемі Канаданың саяхат визаның көлемінен қарағанда кеңірек. Мысалы, оның ішінде сіз саяхатқа келген кезде, холидей уақыттардағы, қысқа уақыттық холидейға келген кезде, болмаса туысшылау, досыңызға бару, одан сыртын medical treatment дегеніміз додырға көріну, қысқа уақыттық музыка, спортқа қатынасу. Бұның бәріне Tourism B2 визаға тапсырасыз. ақш саяхат визасын алу үшін 14 жастан 79 жастағы аралықтағы адамдардың бәрі де интервьюға қатынасады. Ал бұл интервью, in-person интервью, бұл айтқан кезде бетпе-бет. Сіз офисермен кездесесіз, сізден сұрақ сұрайды, сол арқылы интервью өтіп жатсаңыз, дәл сол кезде сіздің паспортыңызға виза таңбасын басып беретін болады. Сонда жаңа айтып өтті, қазақ тілменен интервьюға қатынасам бола ма, болмаса қасыма бір translator, аударма ертіп барсам бола ма. Бұның бәріне болады деп жазған. Бірағында бұл нәрсені сіз интервьюді торап арқылы тапсырасыз, дұрыс па? Интервью мына уақытта, мына күні мен осы интервьюға қатынасам дейтін бәрін торап арқылы, дайындықтың бәрі торап арқылы бітеді. Сіз аты жөніңіз кім, қандай себеппенен ақшқа барасыз, одан сырт жаңағы интервьюға қатынасқан кезде интервьюдің ақшасын бәрін торап арқылы беріп боласыз. Одан сырт жаңағы интервьюдің ойын сіздің қолыңызға интервью нөмір бар болады, қайсы жерге, қайсы уақытта барам деген сияқты. Бұның бәрі торап арқылы бітеді. Сол жерде сізден сұрайды, ағылшын тілмен, болмаса испания тілменен. ақшта болғандығынан ағылшын тіл және испания тіл, испандықтар көп болғандығынан осы екі тілді таниды. Одан сырт өзіңіздің ана тіліңіз. Мысалы, бұл жерде қазақ тіл болатын болса, қазақ тілді талдауыңызға болады. Бірағында әрбір жердің өзінің атқарылуы оқшамайды. Сондықтан үлкен жақты мемлекетте болады деп айтқанменен әрбір мемлекеттердің ішіндегі мына эмбассидерді оқшамайтын түрде атқарылады. Сондықтан міндетті түрде сіз қазақ тілменен болмаса аудармаменен баруыңызға болады дегенге мен 100% бір жауап беріп айта алмаймын, бірағында мүмкіншілік бар. Одан сырт басқа тақырыптарды да айта кетейін. Бұл жерде сіз Қазақстанның ішінде Нұр-Сұлтанда бұл жерде Рахымжан Қошқарбаев Авеню жолындағы үшінші нөмір бір интервьюға ақш эмбассидің орны. Екінші Алматыда Самал 297 Жолдас Беков жолы дейді. Бұл екі жерде сіз жаңағы паспорттарыңызды апарасыз, қолыңыздағы ID картаңызды апаруыңыз керек. Торап арқылы тапсырған кездегі сіздің материалдарыңыз, аты жөніңіз, осындай DS160 дейтін графа бар, оны да қолыңызға апаруыңыз керек. Тағы бір интервьюға, бүгін интервьюға келдім, осы уақытты белгілеп қойғанбыз дейтін, бұның бәрі торап арқылы біткен интервьюдің ақшасын беріп болдың дейтін дәлеліңізді, одан басқа да документтер, мысалы сізден сұрап жатқан той куәлігіңізді, оқуға, қысқа уақытқа үйренуге баратын болсаңыз, мектептің офферін деген сияқты нәрселеріңізді бәрін алып жүруіңіз керек. Ал қандай сұрақтарды сұрау мүмкін дегенге мен осындай бір презентейшн сіздерге дайындадым. Біріншіден, не үшін ақшқа барасыз? Себебіңізді айтуыңыз керек. Мысалы, сіз туысшылау болатын болса, туысыңызға барасыз, қай жерде тұрады, қалайдан сізбен байланыс, қалай туыс болады деген нәрсеңізді айтуыңыз керек. Екіншіден, have you been to the US before? Бұрын ақшқа барып көрдіңіз ба?
бұның міндетті түрде шындықты айту керек. Сіз бұрын барып көрген болсаңыз, бардыңыз, қайсы жылда, қайсы уақытта, оның бәрін қолыңызға бір жазып қойыңыз. Мысалы, мына уақыттан мына уақытқа мына жерге барғам деген сияқты қолыңызда бәр нәрсенің сұрағы болмаса дайындығыңыз болсын. Үшінші сұрақ, әзір бұл ақштастың досыңыз болмаса туыстарыңыз бар ма дейтін сұрақ сұрайды. Әрине бұл сұрақтардың бәрі міндетті түрде осы сұрақтарды сұрайды деген нәрсе емес. Көп жағдайда осындай сұрақтарды сізден сұрайтын болады. Әрбір офицер оқшамайтын, бұдан көп болмаса азырақ сұрақтар сұрап қалуы мүмкін. Бірақ үлкен жақтан осылар commonly көп жағдайда сұрайтын сұрақтар. Төртіншіден, жаңағы сіздің досыңыз болмаса туысыңыз бар болатын болса, одар соған қатысты жағдайды айтуыңыз керек. Мысалы, досыңыз қайда тұрады, оқушы ма, қызмет істей ма, үйі қай жерде, үйінің адресі қалай, туысыңыз болса да осы адресі қай жерде тұрады, соны қанық жазуыңыз керек. ақшқа барған кезде қай жерде тұрасыз? Мысалы, сіз туысыңыздың қасында тұратын болсаңыз, әрине жаңа айтқандай туыстың адресі керек, телефон нөмірлері керек. Қанық бәрін дайындап барардың алдында ол нәрсенің бәрі қолыңызда тұру керек. Одан сырт, не үшін дәл осы уақытты талдадыңыз? Мысалы, не үшін дәл қазіргі уақытта сіз осы сапар, ақшқа сапар болды деген кезде оған өте қанық жауабыңызды беріңіз. Мысалы, сіз өзіңіз қызмет істеп жатқан адам болсаңыз, менің дәл осы уақытта, менің осы қанша бір аптаға шейін болмаса бірнеше уақытқа шейін менің уақытым бар, мен қызметке бармаймын, қызметтен брейк бар деп айтсаңыз болады. Болмаса туыс туғандарының дәл осы уақытта holiday уақыт, осы уақытта және уақыттары бар деп айтуыңызға болады. Мысалы, оған дәл осы уақытты талдаған себебіңізді айтуыңыз керек. Жетіншіден, қанша уақыт тұрасыз? 3 ай уақыт, болмаса 6 ай уақыт деген сияқты өзіңіздің планыңыз қалай, соны айтуыңыз керек. Сізбен бірге кім барады? Әрине документтің ішінде бәріне жазылып болған, сізбен бірге баратын адамдардың документі бәрі бар, бірағында офицер оның бәрін бір-бірден тексеріп отырмайды. Сізден сұрайды, кіммен бірге барасыз? Мысалы, жолдасыңызбен, болмаса балаңызбенен кіммен бірге баратын, оны айтуыңыз керек. Have you booked your ticket? Аэроплан тикетіңізді алып болдыңыз ба? Алып болған, көп жағдайда кейбір адамдар алып болады. Алып болған болсаңыз, оның proof алып болған 10-шы сұрақ, мысалы, ақшта тұрған кезде сіздің қанша ақша кететінін білесіз ба дейді. Мысалы, сіз қанша бір ай тұратын болсаңыз, мұнша ақша кетуі мүмкін. Бірнеше ай тұратын болсаңыз, қанша ақша кететінін өзіңіз есептеп, соның соншалықты ақшаңыз бар екенін дәлелдеуіңіз керек. Қалайдан дәлелдейсіз? Мысалы, қолыңызда бәңке картаңыздағы ақшаңыз болмаса, жиналған өзіңіздің сейвинг, жиналған ақшаларыңыз, соның бәрін қолыңызға алып жүруіңіз керек. Жеткілікті ақшаң бар дейтіннің дәлелін. Одан сұрақ, сіз қандай қызмет істейсіз дейді, қанша ақша табасыз дейтін сұрақтарды сұрап қалуы мүмкін. Өзіңіздің қызмет түріңізді айтасыз, қандай профессионда, қандай қызмет істейсіз, жылына қанша табасыз. Бұл сұрақты жақсы айтуыңыз керек, өйткені бұл сұрақтың мақсаты сізде бір тұрақты қызметіңіз болса, ол қызметке қайтадан қайтып келеді. Сондықтан ол Америкада, ақшта қалып қалмайды дейтін, оның бір жақсы бір мүмкіншілігі, сіз қайта өзің мемлекетіңізге қайтадың деген. Сондықтан қызмет түріңізді нақтап айтуыңыз керек. Мысалы, менің қызметім бар, қайтадан қайтып келетін адаммын. Одан сырт, осы жолы кішкентай бала болатын болса, 18 жастан 18 жас, 20 кішірек балалар болатын болса, сіздің осы жолғы сапарыңыздағы financing, ақшаңызды өзіңіздің кімі, жоқ әлде әке шешеңіз сізге спонсор қылама, сонда сұрап қалуы мүмкін. 13-ші, той қылдыңыз ба, бала-шаға бар ма дейтін осындай сұрақтар сұрайды. Бұны да жақсы айту керек, өйткені сіз той қылған болсаңыз, бала-шағаңыз бар болатын болса, әзір жалғыз өзіңіз ақшқа бара жатсаңыз, әрине сіздің семьяңызға қайта оралатын, бала-шағаңыз қайта қайтып келетін
мүмкіншілік жоғары деп ойлайды да. Бұл бір жақсы виза беретін бір жақсы мүмкіншілік. Үйіңіз бар, бала-шағаңыз бар, қызмет бар, той қылған семья бар дейтін болсаңыз, бұның бәрін офицер үлкен жақтан бәрін ойластырып, қайтадан қайтып келеді деп фактордар осының бәрін ойластырады. 14-ші, ақшқа сол жаққа қалып қалу өзіңіздің мақсатыңыз бар ма деп сұрайды. Әрине, әрқандай адам оқшамайтын мақсатпен барады. Кейбір адамдар сол жаққа шынымен де мақсат бар болуы мүмкін, бірақ анда офицерға сіз мен сол жаққа қалып қалам деп айтатын болсаңыз, әрине сізге визаңызды бермейді. Сонымен, үлкен жақтан айтқанда, үлкен бір жақсы дайындық болу керек. Бәр грападарыңыз толық болу керек, орындармен тұру керек. Сіз интервьюға қатынасқанда кем дегенде 2 сағат сол жерде боласыз. Ардында тосу керек, тексеру керек деген сияқты. Оның бәрін есептеген кезде кем дегенде 2 сағат уақыт кетеді көп жағдайда. Әрине, сұрақ офицер мен интервьюдің уақыты жарым сағат кәне болады. Одан жарым сағаттан көп болмайды. Мысалы, сізде өте көп сенімсіздік жердер бар болатын болса, ондай мүмкін одан көп болады. Бірақ көп жағдайда жарым сағаттық уақытта офицер өзіне керекті сұрақтарын бәрін алып бола алады. Сонымен, бүгінгі тақырыбымыз осы жерге шейін. Тағы да айтып өтер, мен сіздердің сұрақтарыңызға қарай отыра видео жасап жатырмын әзіргі уақытта. Сондықтан сіз сұрағыңызды комментарийға жазыңыз. Көп адамдардың бәрі де осы сұраққа жауабын білгісі келеді дейтін сұрақтарды талдап, әрине өйткені көп жағдайда басқа көп сұрақтар болады. Сондықтан ішінен мүмкін бір адамның ғана жағдайы емес, бірнеше көп адамдар осыған қызығатын шығар дейтін сұрақты талдап, мен сіздерге осындай видео жасайтын боламын. Сонымен сізбен бірге болған Анара Нұраханқызы. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыз. Рахмет.